Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Естеріңізде болса, осыдан бір 2-2,5 жыл бұрын осы көлігім туралы кішігірім обзор түсірген болатын каналыма. Сол енді қарасақ 2,5 жыл өтіпті. Жаңа есептеп қарап отырмын ғой. 2024 жылдың 19 ақпан айында алған екен, февральда. Қазір енді 2,5 жылға тайып қалған екен. Сол осы уақыт ішінде қанша шығын шықты, не істелді, қандай проблемалар болды, және да көлік туралы қандай пікірде қалдым, қандай эмоциядамын, соны бір өздеріңізге бір пікір бөлісіп кететін видео түсіргелі отырмын. Қазір бір жерге бір әдемі жерге тоқтап алайын, сосын ары қарай жалғастырамыз. Негізі бұл көлікті мен бір кездейсоқ алған жоқпын негізі. Біреудің айтуымен, BMW деп ала салған жоқпын. Бұны мен осознанно іздеп отырып, колесада отқан кезде тек қана осыны іздеп отырып, тура осы моторда, осы түсте рестайлинг деп бірнеше ай қарап отырып алған көлік. Сондықтан бұл кездейсоқтық жоқ бұл көлік алуда. Көп адамдар бұл көліктен қорқады негізі, айдаудан да. Өткенде бір таксиге отырып қалдым ғой, Яндекске. Сол кезде айтады ғой, осындай көлігің кондерін істетіп жатқам ғой. Сол кезде қандай көлік деді, осындай деп айтып жатсам, ондай көліктерге өзімді отқанымды, айдап жүргенімді елестете алмаймын дейді ғой. Неге десем, білмеймін бар ғой. Үйден шықса бұзыла беретін сияқты ма, сондай бір ощущение бар дейді да. Стереотип қой енді бұл айтқан кезде. А так негізі реально мен сияқты жай ғана мұғалім болып істейтін адам бұл көлікті міне ала ма, міне алмай ма, қандай болячкелер бар деген сияқты өзім бір осы 2,5-3 жылға таяп тұрған да, 2,5 жылдың ішінде не көрдім, не ұқтым, сонымен өздеріңізбен бөлісемін. Қазір жерден оңға бұрылып, бір кішігірім әдемі бір тоқтау остановка қылып алайық, сосын ары қарай жалғастырамыз, иә. Алдында біз бұрылып алдық. Қазір бір әдемі ішімге кедергі болмайтын жерге тоқтап алайық. Мына жерде әдемі табиғат емес, бақша ғой. Бақшаның қасында тоқтайық. Ешкім жол жүре бермейтін, ешкім бізге кедергі болмайтын жерге тоқтап алайық. Ондай болатын болса, видеомыз жалғасады. Енді бұл машинаны жаңа айтқанымдай осознанно алдым, кездейсоқ алған жоқпын, өзімнің қалауыммен. Енді бұл не үшін бұны алдым дегенде, сол енді фанатизм ғой, бір сөзбен айтқанда. 11-ші сынып оқып жүрген кезде ана Бумер деген кино шықты. Сол киноны видеокассетамен, кейін DVD дискілермен көріп жүрдік қой. Сол кезде осы киноны, осы көлікті сол кинодан көріп, бір балалық ғашықтық пайда болды ғой енді. Жасымыз 40-қа таяса да, сол кезде алған кезде жасым 31 нәрсе деді. Қазір 40-қа толып жатыр қой. Бір гештальт дейді, қазір модный сөз бар ғой, гештальт деген. Сол бір гештальтты жауы керек болды. Соны алдым ғой енді айтқанда. Бұл жай лирическое вступление болатын. Енді жай ғана ішінде отырмай тұрып, мына бір жайлап айналып түсірейік. Ангелан чисто понты ғой. Для понтов жағып болғанмын ғой, қазір өшем. Мынандай бүйтіп, енді видео әлі осындай, жаман емес. Алғалы ешқандай бір мына жерін бұзып алдым енді өткенде. Қасымдағы жеңгемен әңгімелесіп отырып, әңгімені жіберіп отырып, артқа бере беріп, сөйтсем тапшанға тиіп кетті. Осыны жағында істедім, құдай қаласа. Қатты по идее қымбат емес, работасы. Мен емес, інім ұрып алған заправкада. Заправкада ма, мойкада ма бір жерде. А так негізі кузовында қатты мәселелер жоқ бұда. Мысалға неден шпаклялары бір толып қалған емес та. Көлік подтолкномер дейді ғой, боялған кезінде маған дейін. Металға дейін алынған. Краскасы же сөйтіп подтолкномер боялған. Енді шпаклевка жоқ есебі негізі. Осындай. Алыстан бір түсіріп қояқ жанынан. Осындай ғана видухасы. Каратыш көріп тұрғандарындай. Қатты бір емес, ұзын емес та. Әдеттегі нұсқадан бұл 14 сантиметрге қысқа болады. Әдеттегі нұсқа осы болып саналады негізі, базовый нұсқа бұл. Ал лонгтары есігі мына жерге дейін 14 сантиметрге ұзын болады ғой. Яғни артыңғы пассажирлерге аяғына орын беріледі ғой айтқанда. Басқа айырмашылық жоқ. Мына жері ұзын болады есігі. Сонда енді ішіне отырып әңгімені жалғастырайық. Енді нәтижені ашып қойсайын.
Ондай болатын болса, енді неден басталды? Алдым, жүрдім, ешқандай проблемасыз жүре бердім, сөйтіп бір күні машинаның кесірінен емес, ол неден болды ғой? Алдыңғы хозяиндар, короче, китайский крышка жауып салған екен, охлаждениесіне. Бір жолға кетіп бара жатқан кезінде сол істемей қалды да, сонымен потокпен жарып жіберді астындағы. Сол потокпен ауыстырып қайтып кеттім, болды. Оригинальный 15 мыңға не алдым, крышка алдым, салдым, одан кейін әлі жүр. Ешқандай ондай охлаждениеден проблема болған емес. Ал одан кейін тағы не болды? Біраз уақыт жүрген соң, келесі жылында уже бір жыл айдағаннан кейін примерно мотор сәл сықырлай бастады. Сөйтіп мастерге барып көрсеткен едім. Тек қана BMW айналысатын орыс мастерлер ғой. Уже цеп. Бұларда енді не екен ғой, 200 мыңда цеп ауыстыру керек екен да. Енді біздікі енді мотор понятно ғой. Ол 200-300-ден асып кеткен шығар. Ауысатын уақыт кеп қалған екен. Сол цебін оригиналдардан ең қымбаттарынан алып салдырдым. Бірінші рет ашылып жатыр екен дедім, ұста. Яғни бірінші рет обслуживание жасалып жатыр да көлік. Содан кейін мотордан одан кейін болған емес. Цеп ауысқан екен, ол понятно ғой. Успокоитель, натяжитель тағы басқаларын ауыстырып, біраз ақша кетті. Біраз болғанда 300 бір нәрсе ма, 400-ге жуық ақша кетті ғой. Содан кейін басқа шығын, яғни техникалық жағынан шығын болған емес. Коробка тепкен емес, май қатты жемейді десің де болады. Артынан сәл май ағатын жері бар. Өйткені бұл немістер жалпы высоко не ғой, жаңа температура не ғой. Содан кейін оның кесірінен прокладкалар, нелер, резинкалар тез қатыңқырап қалады да, сонымен сәл теш пайда болады. Ол неміс, кез келген неміске байланысты, ол Audi болсын, Mercedes болсын, BMW болсын. 102-105 жүреді олар негізі, температурасы рабочий. Сондықтан да бұларда обязательно течь масло сәл уақыттан кейін басталады бәрі. Сондықтан любой неміске байланысты ол ше. Одан соң бір жолда қалып кететіндей бір бұзылыстар болған емес. Одан кейін бір ондай техникалық жолда қалып кететін бір именно жүруіне келгенде вложениелер болған емес. Өз еркіммен жасалған вложениелер бар. Қазір ол жайында айтып кетемін. Мысалға, мынау кондиционер. Бұл кондиционерде бір үлкен колхоздар бар. Соның бәрін толығымен устранить етуге тырыстым жақында. Сонымен әлі де айналысып келе жатырмын. Ол не? Машина негізі 99 жылға. Бұларда 98-ден былай қарай рестайлинг, 98-ге дейін, жылдың ортасына дейін дорест, кейін уже рестop кетеді. Сонда рестайлингдерде ваннусный 4x4 мотор болады, дористерде без ваннусный 4x4 мотор болады. Екі түрлі компьютермен жұмыс істейді. Менге түсінікті ол 99 рестайлинг, пин-кодын сайттарға ұрып көрдім. Осы комплектация, осы руль, осы айна, затемнениесімен, осы магнитофон туралы бәрі шығып жатыр комплектациясы. Бірақ ваннусный болған. Енді мотор кеткен уақыт өткеннен кейін. Соған бірақ почему-то алдыңғы хозяиндардың бірі Дористің 4x4 моторын салған кассасымен жаңа компьютермен. Екі түрлі система болғаннан кейін кондиционер бұлардың через бәрі коншинмен жұмыс істейді екен да. Жаңағыдай бір компьютер арқылы. Ал бұрынғы касса қойылғаннан кейін Дористің кондиционері вентилятор айналмай қалады екен ғой. Сөйтіп бұлар алдыңғы хозяиндар ойбай дегенде енді. Не үшін бірақ без ваннус салған, мен оны түсінбедім. Мүмкін арзандау нұсқасы шығып қалды ма. Бірақ мотор жақсы состояниесі. Сөйтіп олар яған ғой, көрген сонымен не істейміз болған. Ең арзан, ең колхоз жолымен кеткен ғой. Яғни бұл жерде алдыңғы видеолардан байқаған болсаңыздар, мына жерде дополнительно бір кнопка бар, включительный ше, включать ететін. Сол кнопканы тікелей неге апарған ғой. Кондиционердің вентиляторына ше. Басасың, сразу қосып айнала береді, тоқтамайды. А так білесіздер ғой, кондиционерге ол постоянно айналып тұру міндетті емес. Қажеттілігіне қарап айналу керек те ол. Вентилятор, кондиционер, доп охлаждения. Ол керек кезде қаттырақ айналып, керек кезде сәл жай айналып, даже тоқтап та қалып кейде ше. Сондай чисто в зависимости от потребностей айналу керек те. Ал ол через реле тікелей айнала береді. Кондер қанша уақыт қосылып тұрады, айналып тұра беретін қосылған ғой олар ше. Яғни 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат жол жүресің, кондер қосылып тұрады. Реле қызиды, реле кетіп тұрады, время от времени. Реле ауыстырасын, қайтып кете бересің, бірақ сәл бір-екі ауысқаннан кейін уже вентилятордың өзі де күйеді, шаршайды, ресурс азайып кеткен, постоянно айналып тұр. Содан кейін сол колхозды мен кетіргім келді ғой. Естедім, жақсы Бақтыбек деген не бар, электрик бар, Шымкентте өзі бәрі біледі ғой. Сол жігітке бардым, сөйтіп бәрі диагностикасын істетті, енді былай көріп шықты, түсінікті деді да. Сосын мына блокты ауыстырдым, яғни мына жерде кнопка жоқ, привозной жақсы тұр, қазір байқасаңдар.
сөйтіп мына жердегі вентилятор шашыраңқы еді, ода да бір кішігірім колхоздар бар еді, оны алдым қымбатын енді. Бұна ішіндегі вентилятор ше, оны ауыстырдым. Ойбай, тағы не ауыстырдым. Вентилятор кондиционер алайын деп отырмын, Бақтыбек алмай ақ қой сал деді. Неге дегенім, электровинт қоямыз деді. Бұлардан зауыттан виска муфта кәдімгі өзінің лопестармен тұрады мотор. Солар енді соны алып тастай салайық, орнына жұрттың бәрі қойып жатқандағыдай электровентилятор қоямыз деді. Мақұл дедім. Сонымен E60 BMW-ның электровентиляторы 60-70 мың тұрады екен, соны алдық. Сосын оны салсаң айнала бермейді ғой. Оны датчик арқылы қойсаң айналатын шығар, может, бірақ ол эмулятор арқылы қоямыз деді. Яғни мына BMW-ның берген программасын E60, yani более новый варианттың вентиляторына более понятный тілде жеткізетін эмулятор керек деді. Ол эмулятор Қазақстанда жоқ екен, Қырғызстаннан заказ берді, ол 10 күнде ма келді. Сонымен яғни қазір яғни электровентилятор зор жұмыс істеп тұр. Яғни көрсете салайын қазір сіздерге. Мысалға міне мынау электровентилятор E60-тың вентиляторы. Мына жерде лопс тұрған бұрын. Кәдімгі бескомфортта тұрған. Мынау дористовый 4-4 мотор. Мынау жаңа расширительный бачок. Осындай бір покрасать етіліп тұр. Айыптыңыздар мына рас сәл кірлі болып тұр да. Мына жердегі доп вентиляторды алып тастайсың, уже керек емес деп уже алып тастады. Ол уже керек қажет емес деп та уже жұрттың бәрі осындаймен жүр қазір. Болыпты дедім. Сонымен сондай болып тұр. Мына ангелді өшірейік, ұмытып кеттім ғой. Сонымен сол жалап бұған енді не кетті? Электриктің жұмысымен қосқанда 300 мың кетті ғой. Яғни бұл колхозды кетіп, яғни кондиционер по заводу істеп тұр. Сәл нелеу аздау құйып қойыпты. Сол жерден жақында барам, қайтып кондершікке. Бірақ бәрі штатный режимде істеп тұр, кондиционер ше. Яғни осыған бір 300 мың кетті. Жаңаға 400 мың кетті, жаңа цепке. Арасында бір волюметрлер кетті. Оны алдым 60 мың, 40 мың ба. Арасында айтпақшы біріне кетті. Форсункілер кетті. Форсункіні в сборе алдым. 50 мың, 40 мың алдым, 40 мыңға форсункісін алдым. Мен алған кезде клапан печке жоқ еді. Жоқ болып қойған ғой, яғни краникпен қойып қойсағанда. Оны мен привозныйдан алдым. 31 мыңға алдым. Алматыдан алдырдым. 36 мыңға алдым. Ол сал қазір чисто істеп тұр ол қазір. Яғни осындай вложениелер. Үйге келіп гаражға енді кіріп жатқан кезде тағы бір-екі вложениелер еске түсіп жатыр. Жаңа ұмытып кеткен екенмін, қосып жібере салайын. Бір күні Шымкентке досым екеуміз кететін болдық. Сонымен ота алматыда бірден. Сөйтіп былай шығып бара жатсақ, замок зажигания кетіп қалған екен. Оны прямой тағып оталдырып Шымкентке дейін бардық та, Қатын көпірге барып 9 мың теңге істеттік. Сонымен одан кейін ол бір оталмай қалу деген болған емес. Яғни бұл бір жақсы жері, бұл көлік оталса с полтычка оталады да. Яғни уверенно айтасың да. Ұзағынан тыз деп қуып, бір сағат қайтып кеп қуып, ондай болған емес бір. Сол жер қуантады да мені. Келесің, кілтті бұрайсың, оталады да болды. Оталмай қалу бір-ақ рет болды. Олда да солдан замок зажигания кеткен кезде ғана. Басқа кездерде ол бензин тұрма оталады екен ол машина. Сол жері тағы бір вложение айтпақшы, өз еркіммен жасаған вложение, ол билет орнаттым. Келген кезде менде не тұғын? Не родной ксенон тұрған ангелдармен. Енді бұларда заводтан ангел болмайды ғой. Жаңа біреулер айтады, ангел жалпы колхоз дейді, біреулер айтады, жоқ жарасады, колхоз емес дейді. Енді колхоз емес дейтіндердің қатарынан шығармын мен енді. Алғаш келген кезде мына жерде ксеноновый линза тұрды, бірақ ол уже не заводта, не заводской ксенон тұрды. Өте шашыраңқы жанат, дальний шашыраңқы, ближний болса, в общем, жоқ қол айтқан кезде сол бір-екі рет мал соғып кетуге сәлік қалған екен, қой жаңартайын деп сразу срочно сол Шымкенттегі Headlamp деген билетпен айналысатын орталық бар. Сол тозағы жігітті инжектор істейтін еді. Соларға өтініш жасап, бір 70 мыңға істеді. Сәл бір уступкамен істеп берді. Билет мынау. Мен алған кезде маған ақ ангельский глазкамен келген болатын. Соны мен сары қояйын дедім, оранжевый ше. Қойдым. Бұрынғы суретті қояйын. Қазіргі суретті қояйын. Былай осындай разницалар бар. Яғни бұл фара толығымен 70 мыңға түсті ғой. Жұмысы 40 мың, линза 30 мыңға берді. Уступкамен ангелді 18 мыңға алдым, есіне шығып кетті. Шыны керек, примерно сондай қалдым. 70-80 мыңға істелген фара болып тұр ғой. Жақсы фарасы, билет. Яғни тағы вложениелер ұмытып кеттім ғой, жаңағы осыны қоссам болады вложение. Бұл енді өз еркіммен қойылған вложение ғой, дұрыс па? Сонда да вложение.
Енді жақында болатын вложение, енді ходовкасын сәл істетем. Артындағы пружинасын менің заниженный көріп тұрсыздар. Пружина қырқылғанда сөйтіп арты сәл пәс болып тұрады. Типа спортивный смақ істеген ғой. Маған ұнамайды ондай нәрсе негізі. Осыны қырқылмаған пружинамен амортизаторын ауыстырамын, құдай қаласа сөйтіп көтеріліп алдындағыдай болып тұрады. Бұл көлік спортивный емес қой, сондықтан стокқа жақын болу керек деп ойлаймын. Нан істетем жақында, бір арбасы 50-60 сомға істеп беретін жүр. Полировка деген сияқты ходовкасын майда шүйдесін істетем. Мынаны құдай қаласа енді бірден болмайды ғой, енді жайлап та деревалар ауысып 60 мыңға комплект тұр екен. Группалардан көріп жатырмын. Аласызсам ба деп жатырмын. Телефон істемейді, оны электрик апарсам істеп береді ғой. Примерно 20-30 мың 40 мыңға істеп берсінші мақұл. Осылай вложениелер бола береді ғой. Ол бірақ мындай өзіңнің еркіңмен болатқан вложение да, ол на езду не влияет деп қояды ғой. Колесода сондай вложениелер ғой. Өзіңнің еркіңмен болатын. Сол жалпы. Яғни ескі көлік алсаң, бұрынғы хозяиндарының тастап кеткен проблемалармен бірге қосып аласың ғой. Сөйтіп соны істеуіңе тура келеді. Естисің де бір айдан кейін сатып бересің ғой. Мен істеуді таңдадым, сондықтан осындай болып тұр. Адак технический проблема жоқ да. Коробка типкен емес, моторы бір проблема болған емес. Кузов нормальный, бірақ чисто салондағы кейбір мәселелер бар, жыртықтар бар деген сияқты. Соның бәрін бір шетінен істейтін, бірден істей алмайсың ғой, шетінен істейміз, осындай болады. Енді қай жақтарға бардым? Алматыға бардық, Шымкентке 2 күн бірінде барамыз. Тағы не? Yani алыс жолға әжептәуір шығып жатыр. Бірақ енді айтпақшы қай бір былтыр неге бардым мен? Байжансайға бардым. Қазір бір-екі сурет видеоларын қойып кетемін. Байжансай туралы естімегендер болса, ол өте бір заброшенный қала. Адам 5-6 адам ба тұратын. Соған бақпайды ғой машина. Бұл мықты екен. Яғни көлік жай ғана гаражда тұрған жоқ. Қызметін көрсетіп жатыр. Газ бар. Газ бар болғанда оны пайдаланбаймын. Предохранительный алып тастасам суып. Сәл дұрыс істемейді да. Оны идеально істету керек, немесе пайдаланбай қойса керек та. Өзім бір машинаны алғалы бір 3-4 арбасысын пайдаландым ғой. Газды ше. Одан кейін білмеймін, бизнеске үйреніп қалдым мен. Газдан сәл қорқады екен, жарып кететін сияқты ма, сондай. Бір сондай страх бар да менде. А так все по заводу, мына жерде осындай темалар бар. Бұрынғы кассетникпен тұрар. Android салу керек жақында негізі. Олар уже ана жерден аутентично, интересно көрінгенмен, уже старый технология бар. Бір әдемі көрінеді, бір TikTokқа видео салғанға бір мощный көрінетін шығар. Бірақ өмірге неудобный тема ғой айтқанда. Осыған заводское решение бар, подзаводское. Тура осындай кнопкалармен, осындай крутилкалармен, бірақ ішінде Android программасымен, современный решениелер бар. Арт задний камерасымен, даже кейбіреулер 360 камерасымен сәл қымбаттап алсаң. 2К экран деген сияқты. Экран осындай 7 дюйм немесе 8 дюйм сәл бұдан да сәл кеңірек. Солдай вариантта ғана көремін. Біреулер выпирающий сәл шыңғырап тұратын варианттар да бар. Осындай ше, оны мен шілік қызықпадым оған. Осындай подзаводты алып салу керек болып тұр. Ол сәл ескіріп, уже сәл көңіл ұнамайды короче. А так салон жаман емес негізі. Мына жерде передний 2 салон, 2 сиденье сәл шаршаңқылықтар бар. Осының өшірілген керекті жерлерін ғана натуральный кожамен жақында тіктіріп перешивать етсем деп жатырмын. Енді полный перешивать етіп керек емес деп ойлаймын. Мына жерлерін бәрі әдемі. Мына жерін ауыстыруға болады. Керек жерлерінше осы жерлерден осындай тігілген жерлерден ғана алып былай нағыз кожамен, жаңағы натуральный кожамен заменять етіп, краскілеп, четко етіп істеп қойса болады ғой. Жалпы болса мына жерде осындай бір пресс істейді, пресс істемей қалады вообще. Осының блогын ауыстыру керек. Блог онша істемейді да. Соның кесірінен қазір ашылмай отыр, қарасаңыздар. Яққан ашылып жатыр да. Кеше ғана істеп тұр, бүгін істемей тұр. Именно видео қосатын кезде істемей қалып жатыр да. Сондай руль М-тех руль деп аталады. Барлық кнопкалары пока істеп тұрған жоқ. Өйткені шлейф кетіп қалған, ол шлейфті ауыстыру керек. Осындай майда-шүйде проблемалы болады, ескі көлік болғаннан кейін. Шетінен шеше бересің оны. Ал ондай болатын болса, расход туралы айтпадым ғой, расход по трассе бір 13-14, ақыл 15 дейікші, қаттырақ жүрсең. По городу 17, 16, 15-20, 18-19, сондай, білмеймін сондай ғой. Енді смотря қалай басасың, баспайсың. 20-дан да асуы мүмкін, қаттырақ бассаң.
өйткені объем бар көлік басқанға байланысты ғой. Жай жүрсең жай жейді, қатты бассаң қатты жейді. Понятно да? Сондай ол режимде 4/4 объем сондай болады ол. Ол рақсатқа біз дайын болып келдік. Енді жай ғана 400 мың уақытпағында айлық алатын мұғалім айдап жүр былай қарасаң сіздердің алдарыңызда. Yani болады екен да айдауға ше. Бірақ алған кезде әжептәуір тексеріп, жақсы вариантын алу керек. Өліп қалғанын алмау керек та. Мысалы тірлеу, әсіресе коробкасы, моторы, кузовы шерекі жоқ. Көлік алсаң, қалғанына салон элементтерін табасың ғой. Разборларды аралап жүріп, өткенде мынау сынып қалды. Ар бетінде трос үзіліп кетті. Соны разбордан алып салдым, болды қайта істеп тұр. Мынаның ар бет артындағы наконечник деймін, еден тросқа ілінетін жері бар ғой. Өзіне сынып қалса бола ма? Осыны алдым, именно со подсветкасымен іздегенім. Табылды, разбордан сап қойдым, болды. Оны тросымен ауыстырдым, болды. Мысалы, салон элементтер табыла береді. Мынандайлар группаларына шығып жатыр мен кісі шаршаңға. Әдем идеальный дереваларын ауыстырсам болады ма? Ондай аквапринтпен істей салуға желание жоқ негізі. Оригинал салған дұрыс қой негізі. Осындай. Және де істеліне береді, енді осы көлікпен жүрем ба деген план бар. Android салып тағы басқа. Вот осы өздеріңізбен осындай бір ой бөлісу мақсатында осы видеоны түсіріп отырмын. Ендеше осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода көріскенше ассалаумағалейкум. Айтпақшы, видео бұландай каналда жиі шығып тұратын болады, Құдай қаласа. Осы уақытқа дейін каналдан шығып кетпей жүрген сіздерге рахмет. Адамдар қайттан қосылып жатыр адамдар каналға. Давайте онда жақындарда видеода жолыққанша ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.